Сәлем достар, бүгін мен май басқан қазан мен ыдыс аяқтарымды тазаладым. Бұл жолы қырып көп күш жұмсамай оңай тез ағартып алдым. Сіздермен де бұл әдіспен бөліскім келді. Пайдаңызға жараса қуаныштымын. Видеоны соңына дейін көріп, қолдау білдіріп каналыма тіркеліңіз. Ал бастаймыз. Бізге тек екі зат керек болады, олар кір сабын мен ас содасы. Жарты кір сабынды қырғыштан өткізіп аламыз. Алдымен бізге қазанымыз бататындай ыдыс керек болады. Мен осындай 21 литрлік үлкен қазанды пайдаланамын. Оған су құйып қайнатамыз. Міне қайнайын деп қалды. Енді жарты пиала ас содасын салдым. Сосын кір сабынды қосып араластырдым. Қазанымды салдым. Енді осылай 10-15 минут қайнатамыз. Егер сіздің қазаныңыз толық батпаса, аударып тұрасыз. 15 минут өтті. Қазанды тексереміз. Қатып қалған қара майлар еріп, судың бетіне шығып тұр. Қазанды алып, губкамен немесе менікі сияқты шүберекпен ағып тұрған сумен жуамыз. Көріп тұрғаныңыздай қазаным жап-жаңа жылтырап қалды. Комет уксуспен де жуғанда мұндай нәтиже көрмедім. Тағы да айта кететін жайт, бұл әдіспен алюминий ыдыстарыңызды жумаңыздар.
себебі қарайып кетеді. Қараңыздар, тіпті қасықтың ұстайтын ойы бар ұстағышыны, сүзгіш пен қырғышты да оңай тазалап алдым. Сіздер де жасап көруіңізге кеңес беремін. Комментарийге нәтижесін немесе басқа қалай тазалау жолдарын білесіздер, жазып кетіңіздер. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпай, алда болатын пайдалы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.